Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен крипто базар. Бүгінгі роликта біз соңғы бір айда крипторынокта қандай жағдайлар болды, қандай өзгерістер болды, алдағы уақытта бізде қандай өзгерістер күтеді, сол жайлы әңгіме айтатын боламыз. Міндетті түрде биткоин, эфириум, басқа да альткоиндардың графиктерін қарап, болашақта бізде қандай жағдайлар болуы мүмкін, сол нәрселер жайлы айтамыз. Міндетті түрде Layer Zero'ның ahvалы, Layer Zero'ны тоже қараймыз. Бұл ақпараттар сіздерді қызықтыратын болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойып ұмытпаңыздар дейді. Бірінші биткоиннан бастасақ, биткоинда апталық таймфрейммен бірінші қарап шығамыз. Бізде биткоинда дәл қазір қандай жағдай болып жатыр. Ең бірінші бізде қарайтын болсақ, 2021 жылы қойылған биткоиннің пикі, яғни 69 мен 70 мың аралығындағы пик бізге дәл қазір мықты поддержка ретінде выступать етіп берді. Бұл поддержкадан біз төмен қарай кетіп, апталық свеча, яғни апталық таймфрейм закреп болған кезде төмен жағында бізді биткоинда әрине өте қиын жағдай күту мүмкін еді. Біріншісі 44 деп айтуға болады. Но тіпті 31 ары қарай недешка болып, яғни биткоин 31 мың, 32 мың долларға дейін құлауы әбден мүмкін еді. Бірақ дәл қазір бұл жағдайдан біз алыспыз, яғни бізде дәл қазір кішкене болса да позитив бар. Дәл қазір бізде биткоин былай алсақ, 78 мыңнан жоғары өтіп үстінде закреп болатын болса, вероятность өте көп жоғары қарай кетуге. Яғни биткоинда шынымен дәл қазір позитив бар. Апталық таймфрейммен қарайтын болсақ, көргендеріңіздей дәл қазір биткоин шынымен де 80-нің үстіне закреп болып, 80-нен ары қарай кетуі мүмкін. Бұл бізге алдағы 2-3 айда позитив бере алады. Яғни алдағы 2-3 айда бізде вероятность азаяды. Яғни тағы да 64 мыңға дейін құлау вероятность азаяды деп айтуға болады. Күндік таймфрейммен қарағанда биткоин көргендеріңіздей кішкене боковикке кеткен секілді. Медвежий тренд басталған, қазір кішкене боковик. Әрине медвежий тренд бұзылатын болса, ары қарай бізде бычий тренд ары қарай кетуі мүмкін. Дәл қазір бірдеңе айту қиын, бірақ позитив бар ең бастысы. Эфириумда дәл қазір не болып жатыр? Эфириумда бірінші неделькамен қараймыз. Көргендеріңіздей эфириумда дәл қазір тренд бычий, бірақ дәл қазір бізде ешқандай тренд жоқ деп айтуға болады. Тренд апталықпен қарасақ, бізде көргендеріңіздей накопление или боковик деп айтуға болады. Накопление емес шығар, мүмкін распределение болуы да мүмкін, бірақ дәл қазір біз боковиктеміз эфириумда. Бұл боковиктен жоғары қарай немесе төмен қарай екі жаққа да шығып, ары қарай тренд жалғасып кетуі мүмкін, яғни медвежий тренд немесе бычий тренд деп айтуға болады. Дәл қазір эфириумда осы, менің ойымша, әрине биткоин ары қарай өсетін болса, бізде шынымен де эфирден бычий тренд күтіп қалуға болады деп санаймын. Ол бычий тренд қайерге дейін баруы мүмкін. Оны айта алмаймыз, но менің өзім ойымша 15 мың долларға дейін эфириум бара алады. Әрине ол үшін бізге рынокта бычий тренд керек, яғни былайша айтқан кезде. Одан кейін бізде Layer Zero көргендеріңізде бізде апталықпен қараудың қажеті жоқ деп санаймын. Бұл альткоинда, себебі апталықта қатты ақпарат жоқ деп айтуға болады. Бізде көргендеріңіздей былай да қоюға болады. Бізде накопление деп айтуға болады Layer Zero'да, бірақ өте қатты обвал болды бізде. Layer Zero'да былай да алуға болады, по идее. Көргендеріңіздей Layer Zero'дағы накоплениядан төмен қарай кеткен жоқ. Яғни бізде тоже Layer Zero'да өте үлкен боковик бар. Ол боковик төмен кеткен жоқ. Одан бөлек кішкене бычий тренд басталғандай болған. Менің ойымша, міндетті түрде 2.6 болмаса да, Layer Zero 2-4 долларға дейін көтеріле алады. Осы ай емес, мүмкін келесі айда. Алдыңғы роликте айтқан болатын, мен сәуір биткоинда өте вероятность көп деп, бычий свечамен жабылуға себеп болады. Бізде қараңыздар, алдыңғы видеода бұл жайлы әңгіме болды. Көргендеріңізде 1, 2, 3, 4, 5 айлық свечамен қарайтын болсақ, бізде 5 медвежий свеча болды. Яғни әр ай алдыңғы айдан төмен. Дәл қазір бізде наурыз бычий свечамен жабылды, бірақ өте кішкентай. Яғни бізде қазір вероятность өте үлкен. Яғни сәуір бізде бычий свечамен жабылады. Ары қарай мамыр бычий свечамен жабылатын болса, бұл шынымен де биткоин үшін өте үлкен позитив болады. Яғни ешқандай қиындықсыз біз
all-time high'ына дейін баруымызға мүмкіндік бар деп айтуға болады биткоинда. Эфирде болсын, Layer Zero'да болсын, кез келген монеталарда сондай жағдай. Layer Zero неге қатты обвал болды Layer Zero'да? Барлық альткоиндар құлаған кезде Layer Zero қатты бағасын жоғалтпаған болатын. Мысалға, пикнен бастап қарайтын болсақ, Layer Zero'да процент өте аз деп айтуға болады. Бұл немізде 84%. 84% шынымен де альткоиндар үшін қатты үлкен емес. Кейбір альткоиндар бізде 98-99%-ға дейін құлаған альткоиндар бар. Яғни Layer Zero шынымен де мүмкін жақсы өзінің бағасын ұстап келді. Енді білмеймін, қандай да бір образбен продавецтер көбейіп бағасын жоғалтты деп айтуға болады. Бірақ бізде бакаликтен шыққан жоқ Layer Zero, ешқандай медвежий тренд басталған жоқ деп айтуға болады. Сол себепті де Layer Zero'да менің ойымша барлығы жақсы болады. Одан бөлек кейбір альткоиндар шынымен де 20-30-40x-қа дейін берген альткоиндар болды. Яғни памп и дамп көп альткоиндарда жақын араларында болып жатыр. Шынымен де біздің альткоиндар өспегенмен, кейбір альткоиндар өте жақсы x-қа көрсетіп жатыр. Ол нені білдіреді? Ол біздің альткоиндар манипуляцияға өте тәуелді дегенді білдіреді. Яғни графикті қанша қарайық, қанша нәрсені зерттеп қарайық, оның өзінде кез келген біздің альткоиніміз 40-50x жоғары қарай немесе төменге қарай беруі де мүмкін. Сол себепті де альткоиндар шынымен де риск өте үлкен, бірақ бізде вероятность всегда көп болады purchase цикл кезінде. Яғни бізде шынымен де биткоинда, эфирде purchase цикл болып жатса, альткоиндарда да вероятность өте көп қатты өсуге. Енді қараңыздар, менде Rave деген альткоинді пример ретінде көрсетемін. Бізде Rave, қараңыздар, бүйтіп қарайтын болсақ, 9 күні осы айдың маркет кап 94 миллион болған. Осы альткоинда 94 миллион деген примерно плюс-минус қазіргі старттардың капитализациясымен бірдей деп айтуға болады. Starknet, Arbitrum, Wormhole деген сияқты, Arbitrumмен үлкенірек. Но Starknet, Wormhole деген сияқты қарап көрсеңіздер болады, может олардікі 100-110 миллион капитализация. Ал бұл көргендеріңіз, бұл альткоин 9-нан 18-не дейін маркет капын 6 миллиардқа дейін өсілді. Бұл деген өте көп. 6 миллиард деген почти топ 18, топ 20 деп айтуға болады. Қазір қарап шығамыз. Прайсқа қарайтын болсақ, көргендеріңізде $0.30 $26 дейін өсті. Бұл шынымен де өте көп. Көргендеріңізде дәл осылай кез келген альткоинді өсіре алады. Қазір 6 миллиард бізде 15. Көргендеріңізде Chainlink былай шыққан кезде топ 15-ке дейін кірді сол альткоин. Көргендеріңізде топ 20-дан төмен қарай кез келген альткоинді шынымен де 5, 6, 10, 15x-қа дейін өсіре алады. Әрине оны манипуляция жасау керек. Көтеріңкі кезінде манипуляциялар альткоиндарда өте көп болады. Сол себепті де көтеріңкі кезде вероятность өте көп. Кез келген альткоинді қарайтын болса, мысалға Lido'ның да вероятность бар қатты өсіруіне, себебі Lido шынымен де проект ретінде өте мықты проект. Көргендеріңізде нефтімен көретін болсақ, Lido трендте, медвежий трендте деп айтуға болады. Қарайтын болсақ, медвежий тренд аяқталу үшін бізде Lido $1 жоғары қарай шығу керек. Былай болады, көргендеріңізде Lido шынымен өте қатты медвежий трендте. Әрине бұл нефтімен қарайтын болсақ. Атак былайынан бізде Lido'да шынымен жақсы өсім көрсете алды деп айтуға болады. Кез келген альткоиндарда барлығына бір-біріне ұқсас жағдай бар. Яғни Axie болсын, Lido болсын, Ignlayer болсын, барлығы кішкене өсім көрсете алды. Осы көргендеріңізде бізде жақында цел 6.06 цент деп айтуға болады. Сосын бізде осы уровеньдер бізде как артқа қарай кері тартатын уровеньдер деп айтуға болады. Бізде Lido'да дәл осындай жағдай. Яғни
Жақын уақытта Lido шынымен де $0.6 дейін көтеріліп қалуы әбден мүмкін. Ignal'да да кішкене өсім болды. Әрине медвежий трендте барлық альткоиндар дәл қазір медвежий трендте. Starknet шынымен де бүгін ғана жақсы памп болды. Жақсы болғанда көп емес 20% шығар. 45% бұл не знам. Болатын болса 30% соңғы 3 күнде. Неге 3 күнде? Себебі дневной свечамен тұр. Менде таймфрейм дневной, яғни бір свеча бір күн болып саналады. Бізде дәл қазір артқа итеретін зона бар. Бұл жерден ары қарай өтетін болса, шынымен де Starknet жақын арада $0.07 дейін келуі мүмкін. Одан бөлек қандай альткоин болмасын, барлығы біріне ұқсас. Hyperliquid, вот Arbitrum, эфир. Эфирде не бар? Эфирде жаңа айтып қойдық. Жалпы айтқан кезде барлық альткоиндарда осындай жағдай. Яғни бізде рынокта соңғы бір аптада кішкене болса да позитив бар. Әрине оның кез келген уақытта негативке өзгеруі мүмкін, бірақ бізде әрине қайтадан негатив басталу үшін биткоин $64-65 дейін қайта құласа, сол кезде негатив қайтадан арта түседі деп айтуға болады. Қазір бізде рынокта кішкене болса да позитив бар, бірақ инвесторлар әлі бітші рыноктамыз дегенге көбісі сенбейді. Яғни көп инвесторлар болсын, блогерлер болсын, медвежий циклға біз өттік деп жатыр. Менің ойымша, бізде әлі медвежий циклда қалуға вероятность бар, былайша айтқан кезде. Неге? Жаңа айтқандай, биткоин шынымен де $80,000 үстіне закреп болатын болса, бізде өте үлкен вероятность болады. Яғни біз бітші циклдамыз. Просто бітші циклдағы бұл кішкене просадка болды деп айтуға. Яғни биткоинда жақын уақытта тағы да өсім көрсетіп, 40%-ға өсіп $115,000 дейін бару әбден мүмкін. Бүгінгі видео осылай. Free audio post-production by alphonic.com